кез келген мақсаттың мейлі ол жеке өміріңізге не мансапқа байланысты болсын, белгілі бір сапалық көрсеткіштері болу керек. Егер сіз мақсатыңызды осы көрсеткіштермен өлшей отырып қоя білсеңіз, оған жету жолыңыз оңай, қадамдарыңыз жүйелі болады. Сонымен мақсатыңыздың мынадай қасиеттері болсын. Өзіңіз не қалайтындығыңызды анық білмесеңіз, нәтижеге жету өте қиын болмақ. Мақсатыңызды нақтылаңыз. Көлігім болса ғой дегеннің орнына қандай маркалы, қай түсті көлікті қалайтындығыңызды ойлап, оның бағасын біліп, мақсатыңыздың орындалуына қадамдар жасаңыз. Әр мақсатқа өзінің уақытын тағайындап, мақсатты сол кезде орындауға тырысыңыз. Мерзімі жоқ мақсат сол бетінше кейінге қала береді. Үшінші мақсатыңыз қолжетерлік болу керек. Яғни сіздің қазіргі жағдайыңыз бен мүмкіндігіңізге қарай алған мерзіміңіз дұрыс па, әлде мерзімін созу керек пе, немесе жалпы алғанда қолжетерлік мақсат па. Төртінші, мақсатыңыздың релеванттығы, яғни осы мақсат сіздің өміріңіздің басқа салаларымен үйлесе ме, басқа мақсаттарыңызбен ше, орынды ма. Бесінші, мақсат күш беретін болуы керек. Яғни мақсатыңызды ойлаған сайын жұмыс істегіңіз келіп кететіндей, ұйқыңыз шайдай ашылып кететіндей болу керек. Осы сұрақтарға нақты жауаптар алғанда, сіз өз мақсатыңызды 100%-ға түсінесіз. Ал біздің табиғатымыз сол түсінген нәрсемізді оңайда тез іске асырамыз. Мақсатты іске асырмастан бұрын өзіңізге мынадай сұрақ қойыңыз. Бұл мақсаттың мен үшін қандай маңызы бар? Осы мақсаттарға жетсем, өмірім қалай өзгереді? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы өзіңізді оятып, мақсатқа тезірек жетуге деген мотивация пайда болады. Менің айтарым, сіздің уақытыңыз өлшеулі. Сол себепті сол алтын уақытыңызды біреудің арманын орындауға ысырап етуден аулақ болыңыз. Сізге не керек? Сіздің жаныңыз нені қалайды? Тек сіз ғана біліңіз. Сондай мақсаттарды орындауға атсалысыңыз. Сонда ғана сіз мақсатқа жеткеніңізден рахатқа бөленесіз. Мен сізге тек қана сәттілік тілеймін. Арманыңыз көп болсын, үлкен болсын. Белгілі ақын Мұхтар Шахановтың мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға деген әдемі өлең шумақтары осы тақырыпқа сай келіп тұрғандай. Мақсат үлкен болу керек. Байқайсыз ба, қай қалаға барсаңыз да кіре беріс жолда жол көлік оқиғасы көп болады. Неге деп ойлайсыз? Өйткені әлгі апатқа ұшыраған көліктің жүргізушісі межеленген қалаға кірген бойда өзін-өзі бос ұстайды. Жеттім-ау деген нәрсе миға әсер етіп, көлік тізгінін босаңсытып алады. Апаттың қалаға немесе ауданға кіре беріс жолда жиі болатыны міне осы себептен. Адамның мақсаты да осындай. Егер алға қойған мақсатыңыз кішкентай оп-оңай қол жеткізетін болса, бойыңызды болдым, толдым деген ой билеп алуы мүмкін. Тағы бір мысал ретінде 30-дан асқан азаматтарды алайық. Солардың ішінде Аллаға шүкір, бала шағам бар, үй салып алдым, болдым, толдым деп қолдарын қалтасына салып алып, қарынға май байлап шіреніп жүргендер бар. Олар неге өйтеді? Өйткені олар әу баста мына нәрсені көздеген. Машина алам, үй алам, үйленем, бала шағам болады. Міне, көрдіңіз бе? Мақсатты кішкентай қол жетімді болған соң өздері тастап жібереді. Ал енді қыздарды айтайық. Көбі тұрмысқа шықсам, бала тапсам, жақсы бір жұмысқа орналасып алсам деген мақсат қояды алдарына. Тұрмысқа шығады, бала табады, жұмысына орналасады, бітті. Сосын жастары 40-тан асқан шаққа не қарап жүрмін, ертең мына бала шағаның жағдайы қандай болады деп ояна бастайды. Ал егер әлгі қыз алдына
мен мынадай азаматқа шығамын, пәлен балам болады, оларға мынадай жағдай жасаймын, біздің отбасымыз мынадай болады, тұрмыс жағдайымыз мынадай болады деп алдына үлкен әрі нақты мақсат қойса, әлде қайда үлкен жетістікке жеткен болар еді. Өйткені мидың қабілетін толық қолдану үшін миға үнемі тапсырма беріп отыру қажет. Ал мидың күшін өмірдің соңына дейін толыққанды қолданамын десеңіз, сізде өміріңіз жетпейтіндей мақсаттар болуы шарт. Сондықтан өмір мағынаға толы болу үшін, үнемі ізденісте жүру үшін, тынбай еңбек ету үшін, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін мақсатты үлкен етіп қою керек. Кем дегенде алдағы 10 жылға мақсат қойыңыз. Тағы да қайталап айтамын, мақсат нақты әрі қағазға жазылған болсын. Біз не нәрсені қатты ойласақ, міндетті түрде ол нәрсе шындыққа айналады. Яғни өміріміз мән мағынаға толы болсын десек, онда ойымыздағы арман тілек, алдымызға қойған мақсат мәнді мағыналы болуы тиіс. Іске сәт, алдыңызға алатаудай биік мақсат қойыңыз. Жетістік бұл бүкіл әлемде қалыптасқан стандартқа сай болмау. Бұл үздіксіз даму және өз мақсаттарына жету үшін ұмтылыс. Джон Вон Эйкен. Өз сана сезімдеріңізді өзгерте отырып, сіз өз әлеміңізді жасайсыз. Уинстон Черчилль. Өзгер, дамы, білім ал. Кризистен құтылуға көмектесетін 4-ші қадам ол өзгеру, білім жинау, даму. Заман талабы сол, өз ісіңде мықты болмасаң, артта қаласың, не аш қаласың. Ал өз ісіңізде мықты болудың жалғыз жолы ол үнемі заман ағымының дамуына ілесіп, дамып отыру, іскерлік шеберлікті пышақтың жүзіндей қайрап жүру. Сіз жыл сайын жаңа киімдер сатып аласыз ғой, жоқ сол 90-шы жылдағы киімдеріңізді әлі киіп жүрсіз бе? Әрине жоқ. Сіз жыл сайын мейлінше қандай жаңа киімдер сәнге айналады, соларды сатып алуға тырысасыз. Ескі киімдерді кимейсіз, өйткені олар ескіріп кетті, немесе модадан шығып кетті. Тура сол сияқты сізге де заманға сай біліміңізді толықтырып, кәсібіңізде трендке айналған құралдарды қолданып, дамып, өзгеріп отыруға тура келеді. Көшеде бір адам жабайы адамдардың дәуіріндегідей малдың терісін киім қылып, жамылып жүрсе, ол адамға бір түрлі қарап қабылдамайтынымыз белгілі. Сол секілді мен бәрін білемін деп универде алған біліммен ғана жүріп, көтерілуді, өрлеуді армандамай қойыңыз. Ол мүмкін емес. Тұлға, әрекет, нәтиже. Жоғарыда көрсетілген сызба, ол біздің күнделікті өмірде көп қолданатын, ұсынатын формуламыз. Яғни істі бастаймын, көп кешіктірмеймін, нәтиже шығарамын, нәтижеме қарай тұлғалық білімім қалыптасады деген түсінік. Ал енді сол формуланың іс жүзіндегі нәтижесіне баса назар аударсақ. Қазақта бала көрмеген уалап өлтіреді, қой көрмеген қуалап өлтіреді деген жақсы сөз бар. Соның мысалы ретінде осыдан 8-9 жыл бұрынғы жағдайды айтайық. ақш Қазақстан Республикасы банктері халық 2004-2008 жылдары Қазақстанда банктердің несие беру, халықтың несие алу кезеңі болды. Оның нәтижесін мен айтпасам да барлығымыз білеміз. Бизнес жүргізу жағынан сауаты жоқ адамдар көптен қалыспай істеп жүріп үйреніп кетемін деген ұстаныммен өз ісін ашуға банктерден несие алды. Іс бастамады емес, бастады. Той да жасады, автокөлікте алды. Ұзын сөздің қысқасы, білімнің аздығынан, қабілетінің болмауынан көптеген адам банк ақшасын өз ақшасындай көріп, шығындарға мән бермеді. Екіншіден, кәсіппен қалай нәсіп көру жолын білмегендіктен, үшіншіден, істеп жүріп үйренемін деген ойдың нәтижесінде алған несиесін қайтара алмай тығырыққа тірелді. Банкке кепілге қойған үйден айырылып, үйсіз қалып жатқандар да жетерлік.
Ал енді халыққа берген несиесін қайтара алмай тығырыққа тірелген Қазақстан Республикасы банктері ақш банктеріне қарыз болудан басқа жолы қалмады. ақш банктерінен несиені тек Қазақстан банктері емес, басқа мемлекеттердің де банктері алды. Олардың да алған несие пайыздарын уақытылы қайтарып тұруға мүмкіндігі болмады. Нәтижесінде ақштағы бірнеше жылдық тарихы бар екі банк әлем нарығынан ысырылып тасталды, яғни тоқырауға түсіп өз жұмыстарын тоқтатты. Міне өзіңіз көргендей білімсіздіктің нәтижесі неге душар етті. Ешкім де істеп жүрген үйреніп кеткен жоқ. Қазақстан телеарнасының тілшісі бірде менен: Аманжол мырза, бүкіл әлемдік қаржы дағдарысы не себепті пайда болды? Сіздің ойыңыз қандай деп сұрады. Мен әлемдік қаржы дағдарысын тудырған бірінші себеп ол ой мен білім дағдарысы. Егер де несие алған әр адамның қаржы бизнес саласында терең білімі болса, істері алға жүріп, кіріс көлемі пайда болар еді. Қазақстан бойынша несие алған адамдардың 70% бүгінгі күні тоқырауда отыр, дедім. Сондықтан да іс бастамас бұрын ол істі қандай адам істей алады? Оның білім деңгейі қандай болуы керек? Барлығын саралау қажет. Саралай келе сол қабілет пен қасиеттерді өз бойымызда дамытуға тиістіміз. Яғни жоғарыда көрсетілген сызба бізге көп пайда бере алмайды. Мен сізге жеңімпаздар, миллионерлер ұсынатын сызбаны ұсынайын. Тұлға, әрекет, нәтиже. Жауап беріңізші, жылына миллиондаған ақш долларын кім табады? Әрине миллионер табады. Егер де миллион табу арманыңыз болса, миллионерге тән қабілет білімдерді жинақтап өз бойыңызда дамытыңыз. Қысқасын айтқанда, миллионерлік тұлғаны қалыптастырыңыз. Адамның білімі, қабілеті қандай, әрекеті де сондай. Әрекетке қарай нәтиже. Көз алдыңызға Жигули маркалы көлікті елестетіңізші. Оның газын қанша тырысып, барынша жылдамдыққа салып бассаңыз да Мерседес автокөлігі секілді жүре алады ма? Әрине жоқ. Мерседес маркалы автокөлік секілді көпшілікті таңдандыра, өзіне сүйсінте қарата алады ма? Әрине жоқ. Өйткені Жигули Мерседес болу үшін іш құрылысын толық өзгерту қажет. Бұдан шығар қорытынды: сіз өзіңізді өзгертпейінше өмірде үлкен жетістікке жете алмайсыз. Жетістіктің қия шыңынан көрінгіңіз келсе, алдымен өзіңізді өзгертіңіз. Ішкі жан дүниеңізді дамытуға күш салыңыз. Ал енді кризистен шығу үшін тұлға өз бойындағы қандай қасиеттерді дамытуы тиіс? Осыған тоқталайын. Ең бірінші, адам өзінің мақсаткерлік қабілетін дамытуы тиіс. Екіншіден, бір нәрсеге тоқтау, яғни алдына үлкен мақсат қойып, бар күш-жігерін тек соған ғана жұмсауды үйрену керек. Үшіншіден, еңбекқорлық және шапшаңдық қасиетін шыңдау керек. Одан кейін адамдармен тіл табысу қасиетін мән берсін. Қандай жағдай болмасын, сабырлы болуға үйренгені жөн. Әр күнді, әр сағатты жоспармен өткізуде дағдылансын. Сосын өз саласы бойынша кәсіби біліктіліктерін жетілдіруі тиіс. Міне осы қасиеттеріңізді шыңдап дамытып алсаңыз, онда әрекет етуге көшу керек.